Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйдегі бар заттармен дайындалатын, құрамы қолжетімді, өте дәмді болып шығатын бисквитті рулетті бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Дәл осы рецептпен жасап беруге сіздерге кеңес беремін. Bir жасағаннан өте керемет дәмді болып шығады. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бисквитімізді дайындауға кірісеміз. Жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқамыз ағара бастаған кезде үстінен қантымызды саламыз. Қажетті құрамның барлығын төменге описанияға қалдырып кетемін, сол жерден кіріп қарай аласыздар. Одан кейін үстінен 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Одан кейін ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, електің көмегімен өткізіп қосып аламыз. Ұнымызды толығымен барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне мен араластырып алдым. Осындай қою масса шығады. Осы шыққан массамызды енді листқа құйып аламыз. Листіміздің үстіне пергамент қағазды төсеуді ұмытпаңыздар. Пергамент қағазымызға құйып, бетін біркелкі қылып тегістеп аламыз. Дәл осы сәтте пешімізді 180 градусқа қойып, алдын ала қыздырып аламыз. Болған рулетімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Міне менің рулетім 10 минутта пісіп дайын болды. Енді осы пісіп шыққан рулетімізді орамалға төңкеріп алатын боламыз. Орамалға төңкеріп, пергамент қағазымызды алып тастаймыз. Тез-тез жасаған өзіңізге жақсы болады. Егер де суып кеткен кезде орасаңыздар, рулеттеріңіз сынып қалады. Мен алдымен кішкене орап қойып, одан кейін суығаннан кейін ғана барып, ортасына кремін жағатын болам. Рулет толығымен суып дайын болды. Енді ортасына крем жағамыз. Кремді өз қалауларыңызша жақсаңыздар болады. Мен сливкиді миксерлеп алып жақтым. Ортасына варенка жақсаңыздар да, сгущенка или варенье жақсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Кремді толығымен жағып шыққаннан кейін орап шығамыз. Дайын болған рулеттің бетіне әдемілік үшін шоколадты сеуіп шықтым. Міне достар, осымен біздің дәмді рулетіміз дайын болды. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Баршаңызға ас болсын.